Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату. Қалайсыңдар бауырлар? Есім Ромауат. Міне осы, Тоқаев президент. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату. Тоқаев президент сізге үндеу, потому что біздер, Атырауда, ескенеден білесің ғой. TTC деген компания, директор Нұрлан, Жан Қуаныш, Бекзат үшеуі, сосын Атырауда адвокаторы, ескенедегі ару адвокатор, сосын ТБ азамат, сосын Жұпар. Тоқаев президент қазақтың халықты бәрін не істеп жатырсыңдар? Осы TTC деген компания, директор Нұрлан адамдардың бәрін жұмыстан шығарып жатыр. Не себептен соны айтыңдаршы. Ескене жұмысы әлі 5-6 жыл жұмыс бар. Қазақтың халқын жұмыстан қуып қаңғытып жатыр. Мен өзім 3-ші курста инвалидтемін. Дәрігер жазып берді, жұмыс жасауға лайықсың деп, барсың деп. Соған қарамаса жұмыстан шығарып жатыр. Сосын адамдардың бәрі давление зығырық, зодсыз давление шығарып жатыр. Сосын бір жыл қалған, пенсияда бір жыл қалған адамдардың бәрін жұмыстан шығарып жатыр. Не себеп Тоқаев президент осындай мәселеге кім рұқсат берді екен? Қазақтан заң бар ма осындай шығарып қойған үшін? Сондықтан Тоқаев президент осы мәселені қолға алды айтамыз. Мыналар компаниялар, TTC компания неше түрлі жасап жатыр. Бәрін жұмыстан шығарып жатыр, неше түрлі адамдар. Сосын бізде ескенеде бардық. Біз жұмыста жүрік, жұмыста жүрді, доғдырға бар, медиктен бар өтті. Жұмыста демалшы қоп кетті. Адамдардың бәрін жұмыстан шығарып, ескенер адамдар бәрі азайды. Не өп кетті. Адамдар қалып аты. Сондықтан Тоқаев президент болмайды ғой. Қазақтан дейсің. Адамдар жұмыста жүр, демалшы болмай қалды. Ойсаян қалып аты. Етін осыған кім жауап береді? Тоқаев президент осы мәселені қолға алды айтамыз. Директор Нұрлан, Жан Қуаныш, Бекзат бәрін көздерін құртты айтамын. Жұмыстан босатуды сұраймыз оларды. Сосын компанияның үстіне қарайтындар, депутаттар, жоғарыда отырған депутаттар күнде көріп жатырсыңдар ма, не қарап жатырсыңдар? Айналайын, қазақтан дейсің. Қараңдаршы, басқа қалада өздерінің депутаттар шаруамен жасады. Біздің Атыраудың депутаты акиматлары жұмыс іше алмай жатыр ғой. Осы түгіл кете керек бәрін Тоқаев президент. Кірген жемқорлар бәрі. Осы мәселені қолға алшы. Сонда біз жұмыс жасамаймыз, біз қайда барамыз айтыңдаршы соны. Айтшы Тоқаев президент. Директор Нұрлан, Жан Қуаныш, Бекзат адвокаторлар мискамесе өткен жоқ қой, прикинь. Онда қалай кетті? Сонда біз қарапайым халықты осылай биліктің өте алмағанда лақтырып, неге өздері алмайды? Неге өздері биліктен өтпейді? Олар главное әдейі олар өздері өтпейді, жемқорлар. Осылай халықты жұмыстан шығару болды, қудалау. Сондықтан қысым көрсетті. Қаншама адамда қысым көрсетті, шығарып жіберді. Мен тұрды статья жазып жіберді. Кейбір адамдар өзің еркемен шықсан, статья жазбайын деп өзің еркемен шығып кетті. Не сұмдық, Тоқаев президент. Айтшы, не сұмдық? Неге мәселе халықты осылай күшейтіп бересіңдер? Сондықтан отырған жоғарыдағы депутаттар компанияның көзінде құртты. Директор Нұрланды көзінде құртты, Жан Қуанышты, Бекзатты. Үшеуін құртыңдар. Ертең бара айқай болып кетеді, көтеріс болып кетеді дейтін. Жігіттер, ескенелі жүрген жігіттер, сенеміз, әңгіме жоқ. Сендерді ертең запрошасыңдар, ертең сендерді лақтырар, какашину лақтырар, ертең көресіңдер. Сонда көретін маңғырақ қалатындар. Осы мәселен бәрін, ескенелі жүрген адамдар бәрінде шығын көрексіңдер. Осы тоқтатып көрік, Нұрлан, директор, Жан Қуаныш, Бекзат үшеуін қудыру көрік. Атырауда адвокаторларды, ескенеде ару, бүкіл адвокатор бәрін қуу көрік. Сосын Жұпар деген бар, оны да қуу керек. Жұпар не өп кеткен білмей Жұпарға. Содан Жұпарға не өп кеткен білмей, сондай өп кетті ма, біреу өп кетті, соған бәрін көзінде құртты айтамын. Жоғарыда отырған депутаттар,
мына иманды жүректер иманды болса мына ситоктан көріп отырсыңдар, бүкіл әлем көріп отырсыңдар. Бір Атырауда бір депутат шыққан жоқ қой, прикинь. Ақтаудың депутаты шықты ғой. Атыраудың депутатын көріп отыр осы. Қалайса жүрегі ауырмайды, бір ғой, намыс жоқ, намыс ғой. Атырау депутаттар, үйде тығылып отырсыңдар ма, өзің адамдар ешкіне тығып сөйтіп отырсыңдар ма, ақша алып? Қалай жүректерің ауырмайды, Атыраудың депутаттары, әкімдер. Біздің Атыраудың әкімдері, депутаттар конкретно бар ғой. Ұяты жоқ адамдар ғой, тығылып отыр. Сен бала-шағаның бетіне қалай қарайсыңдар екен? Сонда намыс жоқ па, намыс? Осы Тоқаев президент саған айтам, осы мәселені қолға алды айтам. Осылардың бәрін жасап берші, иншалла. Алла бастарын бәрі кеттін, түгел кеттін. Сосын мана шығарып жүрген адамдар жұмысқа қайта орналастырсын болды. Осы мәселені шешіңдерші. Кім шешетін адам бар ма? Шығыңдар шал, конкретно. Сосын мана Алматы, Руслан деген, мана Алматыда Руслан деген бар ғой. Руслан бауырым көмек болса көмекші, иншалла. Атыраудың блогерлер көріп отыр, блогерлер еще көріп отыр ғой, Атыраудың Рүстем бәрі, Алисе бәрі. Еще бір рет болса хабарласпайды, Реке не болды, осындай Атырауда не болды. Біздің Атыраудың блогерлер білесің ғой, білмеймін соттан. Атыраудың блогерлер шығып қойып отыр ғой. Бір хабарласса ғой, не болды, братан, осындай қандай көмек керек болып жатыр, осындай. Үшін ақша сұрап тұр ғой, үшін, короче. Атыраудың блогерлерден таң қаламын осы. Басқа қалады блогерлер бір-бірін шығады да, Реке не болды, кел деп. Сондықтан Алматы қаяқтың блогері болса көмек жасаймын, көмекшісінесіз, иншалла. Атырауға келетін болса келіңдерші, осының бәрін анықтайық. Мына ескене деген бардақ, комиссия құр көрік. Мына жоғарыда отырған комиссия ешқандай құрмайды. Бардақ өше. Жататын жерде бәрі бардақ. Тамақта беспонтой, столовойда беспонтой. Өше бардақ өше. Өше шара қолдамайды, ешкім бар ғой. Мына Ақтаудың депутаттары шығып отыр, әңгіме жоқ. Рахмет оларға, базар жоқ, олар да шығып отыр. Мына Атыраудың депутаты, мына Муса деген бар ғой. Жүргендердің ақша ғой, өліп артқан ақша. Осы мәселені қолға алыңдаршы, иншалла. Қаяқтың блогері болса шығыңдаршы, иншалла. Көмесіндерші, иншалла. Алла разы болсын, бауырлары. Мына Атыраудың депутаттары, Атыраудың блогерлер бір-бірі шықпайды. Мына кім, Рүстем бе, кім? Давай, бауырлар, кім бар? Қолдап кететіндер, қолдап кетіңдерші, иншалла. Алла разы болсын, көмесіндерші, блогерлер шығыңдаршы, иншалла.